Армысың қазақ елі. Осы ар деген сөздің артында бүкіл қазақтың тағдыры тұр. Ар мен намысын бәрінен биік қойған қазақ, малым жанымның садағасы, ал жаным арымның садағасы деп, ары үшін, намысы үшін жанын құрбан еткен. Ал сол ғасырлар бойы қазақ еткен ар мен намыстың қазіргі халі қандай? Сол арды сақтайтын заңның ахуалы қандай? Бәрі ақша мен байлықпен бағаланатын осы қазіргі заманда ар мен намысты заңды қалай сақтап жүрміз? Біздің хабар осыған арналады. Мен Мұхаммед-Әлі Асқарұлы, заңгер, тарихшы. Қазақтың ар мен заңы үйлесе ме? Біздің қоғамда әділдік бар ма? Заң талабы қаншалық сақталады? Ардың соты мен заңның соты тең бе деген тақырыпты талдаймыз. Біздің бағдарламаның мақсаты заңсыз және әділетсіз шыққан сот шешімдерін, сот үкімдерін халыққа жария ету, тыңдайтын құлаққа ескерту. Әр хабар сайын ақты қара деп жариялаған, кінәсіз жандарды жазалаған үкімдер мен және азаматтық істер бойынша өрескел заң талабы бұзған шешімдерді талдаймыз, жіктейміз, сіздердің қарауларыңызға жария етеміз. Енді әділдік туралы сөз өткенде ойымызға ең алдымен сот әділдігі оралады. Қазақстан Республикасының ата заңында және басқа кодекс заңдарында сот шешім шығарғанда өз арына сүйеніп, заң талабына сай кеңес бөлмесіне шығару керек деген қағида бар. Бұл бұлжымас талап. Бұл қағида орындалу керек. Ал осы қағида орындала ма? Әлеуметтік желідегі және баспасөз беттеріндегі хабарларға қарағанда біздегі соттар шығарған екі шешімнің біреуі заңсыз. Я, рас, кез келген дауда екі жақ бар. Кез келген сот шешімінде сол екі жақтың біреуі риза емес. Ол заңдылық. Бәрінің көңілін таба беретін біздегі сот жалпақ шеше емес. Бірақ заңдылық сақталмайтын сот шешімдер өте жетерлік қазіргі кезде көбейіп кетті. Көп жерде ар емес, заңның өзі бұрмаланып жатады. Ақтан қара жасап, қараны аппақ деген сорақ шешімдер өте көп. Бұндай шешімдер мен үкімдерді жіктеп, талдап, халық назарына ұсынамыз деген ниеттеміз. Бізде ауруын жасырған өледі деген мақал бар. Біздің қоғам, менің ойымша қазір ауру. Егер шұғыл шара қолданбаса, біздің болашағымыз бұлыңғыр. Елді 30 жыл жайлаған жемқорлық сот саласында да тамырын терең жайған. Соттардың заңсыз шешімдері мен үкімдеріне етіміз үйренгені соншама, сондай болу керек екен деп қабылдаймыз. Мысалы, Арыстай ағамыз өз үйінде өзін-өзі екі рет атып, өлтіре алмаған соң еденге үстіне жамылғы жауып жатып, өзі басынан атып өліп қалыпты дегенге де сендік. Қайдағы бір ортағол шенеуік өз атына айтылған бір ауыз сөзден намыстанып, кредит алып, ақырған Арыстандай күшті мемлекеттік мекеменің арбандарын жалдап, Алтынбекті атып өлтірді дегенге сендік. Кешегі қаңтарда Қаршадай қыз бүкіл Алматы аэропортын басып алыпты дегенге де сендік. Жаңа өзендегі жазықсыздарды атқандар кінәсіз екен дегенге де сендік. Тәуелсіз журналист шетелдегі билікке жағымсыз бір адаммен тілдесіпті деп, ұзақ жылға сотталғанына тағы да риза болдық, сендік. Неліктен осылай? Неге біз бәріне бас шұлғып, ләппай тақсыр дейтін халге жеттік? Меніңше, бұның бәрі қазіргі сот жүйесінің дұрыс емес екендігінен. Біздегі сот жүйесі, мұнан атамыз өзінің билігіне ыңғайлап құрып кеткен жүйе. Бұл жүйе жұмыс жасап тұрғанда, біз елімізді жайлаған жемқорлықты жоя алмаймыз. Өйткені бүкіл мемлекеттік құрылым, бүкіл биліктің тетіктері, оның үшін сот пен құқық қорғау мекемелері осы бір адамның шексіз билігін қорғауға бағытталған. Сондықтан қазіргі президентіміз жаңа Қазақстан құрам десе, елімізде сот реформасынан бастау керек. Соттарды жаңадан құрмай, соттың заңдылығын үстем етпей, соттарды тәуелсіз етпей, біз ешқандай жетістікке жете алмаймыз, жемқорлықты құра алмаймыз. Мейлі 1000 жерден қатаң заң шығарсын, мейлі 1000 жерден қатаң үкімдер шығарсын, мейлі қаншама шара қолдансын, біз жемқорлықты тек сот арқылы, сотты өзгерту арқылы, сотты
сот жүйесін тәуелсіз ету арқылы ғана жеңе аламыз. Ол дүние жүзінде айқындалған, дәлелденген нәрсе. Соныменен біздің айтарымыз, ар мықты ма, әлде заң мықты ма? Алдағы уақытта ар мен заңның сіздер үшін, сіздерге берілетін айтары көп. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Күтеміз. Рахмет.